Көкбай Жанатайұлы Шыңғыстау өлкесінде, қазіргі Абай ауданында 1861 жылы дүниеге келеді. Оның әкесі Жанатай орта дәулетті ділдар адам болған. Билікке аралас-құралас болмаса да Құнанбай қажымен қарым-қатынаста болып тұрған адам. Көкбай жастайынан талантты болып өседі. Өлеңдер жазады, айтысқа қатысады. Оның өз туралы арғы тегі тобықты, затым көкше, жасым кіші болғанмен сөзім көксе, Жанатай әкем аты, атым Көкбай, зеңгірдей тасқа шыққан иперекше деп өз туралы айтады. Ол кісі Абайдан көп ілім алады, Абай мектебінің басқасында жүреді. Абайдың тапсырмасы бойынша көптеген шығармалар жазады. Соның ішінде Сабалақ деген Абылайхан туралы жақсы жыр-дастаны бар. Кейін Абай қайтыс болғаннан кейін Көкбайдың жасы ұлғайған соң ол кісі медресе мектептер ашып, андай балаларды мектепке баулайды, оқытады, тегін оқытады. 1925 жылы ол кісі пайғамбар жасына келіп, дүниеден өтеді. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бері көптеген көшелерге, ауылдарға және қалаларға лайықты есімдер берілуде немесе қайтарылуда. Сонымен Көкбай бабамыз туып өскен жер қазір Көкбай ауылы болып аталады. Қазір Қарауыл ауданы мен Семей қаласының бір көшелеріне Көкбай Жанатайұлы есімі берілген. Сабақ алдым бала жастан, адам жоқ ойға терең онан асқан. Алды биеш, атына ырыс болсын, мен оның шәкірті едім ізін басқан. Жанатта жаны болғыр Абай құтып, қасында бош жүріппін шатып бұтып. Осында ен дарияны жайлағанда, тым болмаса қалмаппын қана жұтып. Абайдай ол тумағы болар ғайып, насихат үлгі шашқан жұртқа жайып. Ахуалын сөйлеп кетті заманның, әулие хакімдеуге ол лайық. Кім келіп, бұл дүниеге кім кетпейді. Өтті кетті сайрап-сайрап бір машайық. Кең ақыл, әділ жүрек, қыран сабас. Ажал жетіп, аяғы кетті ал тайып. Абайдың атын білген дін қарындас, тілеймін бір дұға қыл қолың жайып.